Ассалаумағалейкум әріптестер. Бұл жаңа бірінші видеомыздың жалғасы. Білім ұстаз KZ сайтының жаңа курстың бірінші сабағын көрген болсаңыздар, мынау екінші сабағы болады. 30 минут белгіленген запись бөлімі жазылған екен, аяқталып қалды біздің бейне жазу бөлімі. Енді сіздерге жаңа запись экраны арқылы алып отырмын. Жаңа басында да бірінші сабақта айтып өткен болатынмын. Жаңағыдай аудио записіміз, жаңағыдай дауыстарымыз дұрыс әдемі жазылу үшін компьютермен дауыс дұрыс жазылмай жатыр. Сондықтан мына телефонмен запись арқылы жүргізіп жатырмыз. Енді жаңа сабағымыз бұл 5-ші сабақ, адаспасам. Соны ары қарап жалғастырып жатырмыз. Міндетті каналға жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Енді соңына дейін апарамыз. Байқалса, тест жүйесін көрсетеміз. Сайт өте баяу жұмыс жасап жатыр. Алға батырмасын басып отырамыз. Бұл жерде кездесетін БЖБ, ТЖБ сабақ кестесіне қалай қосады дейді. Әрі қарай. Тесттен аяқтауға әрекет жасайық. Тесттің өзі 20 минут алады, сондықтан бізге артық уақыт қажет емес. Жалпы қорытынды бойынша былай таныстырып өте салайын. Қаралған материалдар БЖБ, ТЖБ қалай құрастырды, өзіңіз құрастырған БЖБ, ТЖБ каталогқа қалай қосуға болады, БЖБ, ТЖБ каталогтан қалай жүктеп алуға болады, сабақты қалай редакциялайды, жояды, БЖБ, ТЖБ сабақ кестесіне қалай қосады, БЖБ, ТЖБ қалай тексеріп баға қоюға болады. Осы сабақтарды қарап өтеді екенсіздер. Енді онлайн мектеп платформасына қайта өтеміз. Бастапқы бетке 6 сабақты аяқтаппыз. Енді 2 сабақ қалды. Сонымен қорытынды тест жасаймыз. Оқушымен байланыс. Біздің көп уақытымызды осы сабақтардың әр бөлімі, ашылу бөлімі жаңағыдай уақытымыз алып жатыр. Аттестацияға арналған портфолио дейді. Осы жерде портфолио жүктеп қаламыз ғой біздер. Қазір портфолионы біздер жұмыс сетсен сайтында енгізіп жатырмыз. Негізі одан бұрын e-портфолиода енгіздік. E-портфолиомен тапсырған жоқпыз, бірақ басқа да облыстар жалпы тапсырып жатыр. Енді бұл жерде сайтты, порталдарды облыс білім бөлім тарапы өздері шешетін болып тұр ғой. Ал енді жаңағыдай шебер ұстаз дегендерді ол енді ЕГОП арқылы жүргізіледі. Республиканский жаңағыдай тексерілетін категорияларды. Бұл жердегі білім мамандықтағы аттестация арналған портфолионды жеке таныстырып өтетін боламын алдағы уақытта. Бет ашылды, әрі қарай алға. Ең басты бізге керек болып жатқан тест қой енді. Сондықтан мына сабақтың барлығын аяқтап барып кірмесек болмайды. Сондықтан жүргізіп отырмын. Мына тест тапсыру бөлімі ашылмай тұр. Енді соңғы сабақты аяқтап алайық. Сонымен ол тест тапсыру бөлімі ашылады.
енді ол ұзақ уақыт алмайды деп ойлаймын. Қазір көреміз. Сынып жетекшінің функциялары. Енді бұл жерде көп жағдайда сынып жетекшінің атқаратын қызметі көп негізі. Оқушының топтарын құру, жаңағыдай сыныпқа кесте құру деген сияқты нәрселерді қарастыруға болады. Жалпы айтқанда, админ бір адам немесе екі адам көрсетеді бұл жерде. Жаңағыдай меңгеруші, әдіскер, директор деген сияқты сол кісілер жалпы жаңағыдай ұйымдастыру жүйесін жаңағыдай жүргізу алады екен. Яғни категория бересіздер ғой. Жұмысты жылдан бері тез ұйымдастырғыларыңыз келсе, жаңағыдай осыдан хабары бар істей алатын адамдарға жүктесеңіздер болады. Алға батырмасын басамыз. Алға, жалпы сабақты осымен аяқтауға әрекет жасайық. Оқушыларды қалай топқа бөледі дейді. Топты қалай жояды. Бұның өзінде де әжептәуір сабақтар бар екен. Енді мына курсты бағалаңыз дейді. Бұл жерде осы міндетті бағалауды сұрайды. Сізге не ұнады дейді. Яғни керек курс екен, немесе түсінікті мазмұн дейді. Қызықты тапсырмалар дейді. Жалпы керек курс, өйткені осы арқылы сіздер осы онлайн мектептің платформасын керемет дейміз. Бәрі тамаша, бәрі жақсы деп сипаттап береміз. Келесі білім алды. Керемет. Жіберу бөлімі ашылды. Сәтті, барлығы сәтті өтті деді. Енді бізге керегі қайта бөлімге өтеміз. Енді бізге тест ашылды. Енді тест ашылды. 8-8 болды өтілген сабақтар. Тест тапсыру бөліміне өтеміз. Тест тапсыру бөліміне өтсеңіздер, курс атауы жазылады бұл жерде. Берілген уақыты 20 минут, сұрақтар саны 10. Қорытынды тестілеу өту үшін ережелер. Тест тапсыруға берілетін уақыт шектеулі. Курстан өткеніңіз туралы сертификат алу үшін кемінде 50% сұраққа дұрыс жауап беруіңіз керек деді. Ал енді бәріне дайын болсақ, тестті бастауды бастаймыз. Қорытынды тест басталды. Бірінші сұрақ дейді. КТЖ мен жұмыс істеу кезінде пәнді жою үшін қай белгішені басу керек? Бізге Д жауабы. Жауапты таңдаған екен, автоматты түрде өзі келесі сұраққа өтеді. Онлайн мектеп сайтының дұрыс адресін көрсетіңіз дейді. Орг дейміз. Сынып деректеріне өзгеріс енгізу үшін қай белгішені басу керек? Сынып деректеріне өзгеріс енгізу үшін бізге қарындаш бөлімі керек екен. Каталогтегі БЖБ және ТЖБ қалай жүктеп алуға болады дейді. БЖБ не ТЖБ-ні қалай жүктеп алуға болады каталогта? Каталогта жіберу батырмасын басу қажет дейді. БЖБ ТЖБ-ны өзіңе көшіріп алу батырмасын басу қажет дейді. Менің сабақтарым бөліміне өту қажет дейді. Енді бұл жерде толығырақ бағананы көз белгішесін басу қажет дейді.
бізге каталогтағы пожалуй және де жоқ. Вот. Каталогта жіберу батырмасын басып көрейік. Мен бұдан алдын БЖБ ТЖБ дегенді басқам. Одан кейін күн тәртібінде қандай деректер болмайтынын көрсетіңіз дейді. Сыныптағы оқушы саны дейін. Сыныпта оқушы саны, яғни С жауабы. КТЖ мұғалімге көріну үшін қандай әрекет орындалу қажет? КТЖ мұғалімге көріну үшін қандай әрекет орындау қажет дейді. Так, мектеп әкімшілігі мұғалімнің деректеріне КТЖ-ға енгізу керек дейді. Так, осыны басайын. Жауабын көреміз. Так, бұл енді міндетті дұрыс жауап. Оқушылар тізімін онлайн мектеп сайтына жаппай импорттау үшін құжатты қандай форматта жүктеу керек? Ол Excel форматта жүктейміз. Келесі, оқушыға жеке хабарлама жіберу алгоритмдегі артық әрекетті көрсетіңіз дейді. Жіберу артық алгоритм. Менің сабақтарым бөлімін таңдаңыз дейді. Жауабын таңдайық. Келесі, қай белгішені басқанда сыныптың деректерін көруге болады? Қай белгішені басқанда сыныптың деректерін көруге болады дейді. Көз. Сабақ кестесінде мейрам күнін белгілеңіз. Келесі келді. Белгілеңіз келді, бірақ сақтау батырмасын қосылмай тұр. Ал сізге қажет күннің ұяшы қызыл түске боялды. Мұндай жағдайда не істеу керек дейді. Так, не істеу керек? Демалыс. Так, болды, тесті аяқтадық. Аяқтау батырмасын басамыз. 5 секунд күтеміз. Аяқтау деген тағы басамыз. Нәтижеміз қандай болды екен? Берілді, сертификат берілді, 80% дейді. 80% дұрыс жауап дейді. Так, жалпы айтқанда 8 дұрыс жауап болды. 2 қате жауап кетті. Қай жерден қате кеткенін көре жатармыз. Енді оны көре алмайсыздар қайта. Так, курсқа өту дейді. Курсқа өту батырмасын басамыз. Сосын жоғарыда сертификат жүктеу бөлімін ашамыз. Сертификатты сәл күтесіздер шамалы. Сертификат әлі де жоқ дейді. Так. Терезені жаңартамыз. Енді жалпы 10 сұрақ, осы сұрақ келеді барлығына. Маған да, саған да, бәріне. Көріп алған шығарсыздар деп ойлаймын. Жалпы оны. Енді 10 жауап болатын болса, оның енді 8-і дұрыс. Ана жерде мен жоғарыда басқа жауапты таңдап көрдім, негізі 90% дұрыс жауап шығар еді. Бір жауапты өзім қате жасадым. БЖБ, ТЖБ-ны өзіңе қосу батырмасын басу керек. Өзіңе қосу батырмасы ма, или сондай? Соны басу керек еді негізі. Мен енді басқасын басып көрейін дедім. Бір жауап қай жерден қате кетіп жатқанымды білмей тұрғанмын. Қайсысы бір жауап қате болса да. Жалпы 50%-дан жоғары балл жинасаңыздар болды негізі. Сертификат алып тұрсыздар. 2 сағаттық курсты оқыды деген арнайы сертификат аласыздар. Жалпы назарларыңызға көп рахмет. Жалпы пайдаларыңызға жарайды деп ойлаймын. Осы видео сертификат қазір көрініп жатыр.
жаймен ашылып жатыр. Енді сайт өте баяу істеп жатыр негізі. Мына сертификатымыз да келді. Сертификатымызды алдық. Так, бөлісу батырмасын басып көрейікші. Сертификатты растау бетінде көшіріп алдыңыз дейді. Растау бетінде көшіріп алдыңыз. Немесе жүктейік. Жүктеп егесіне жіберейік. Жалпы сау саламатта болыңыздар. Енді ар жағы өздеріңізге белгілі. Жүктеу батырмасын бастаңыздар. Компьютерда болса загрузка файлдарыңызға түседі. Мына жерде жоғарыда осылай загрузка келеді сіздерге. Так. Мен видеомды аяқтаймын. Жақсы сау саламатта болыңыздар. Міндетті каналға жазылуды ұмытпаңыздар.